Ескі Қазақстанның сәләфилік қанаты саясиланды. Сайлау алдында Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабек, Айнұр Тұрсынбаеваның Қазақстанға келу себебін бұған дейін жазғанмын. Ескі Қазақстан ұстанымында қалып қойған Бекболат Мұхамеджан тобының қолдауымен мәжілістен депутаттық мандат алуға тырысушылар біраз екен. Бұған дейін Олжас Билялов, Нұржан Жунасов, Азамат Битан, Нұржан Әлтаевтың аты аталған. Сәләфилер қауымының ішінде жүрген құпия дереккөз тағы бірнеше ақидың есімін ойнатады. Солардың бірі айтыскер ақын Арман Бердалин. Саясаттанушы мамандығы бойынша білім алған. Ол мәдениет және өнер саласында қызмет етіп, бірнеше мекеменің директоры болған. Бекболат Тілеуханның қолдауымен Ақмола облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес басқармасының бірінші орынбасары лауазымына дейін көтерілген. 2021 жылдың соңында қызметінен босатылған. Ақын шатыс Арман Бердалин әлеуметтік желіде өлең және қара сөз арқылы мұсылманшылықтың шарттарын насихаттап жүр. Қоғамға ашық түрде діни уағыз жасаған адам заңсыз миссионерлікпен шұғылдану бабы бойынша жауапкершілікке тартылатынын біледі. Білсе де ол қоғам алдында өзінің беделін көтеру үшін діни уағыз жасап жүр. Өзі ескі Қазақстанның өкілі бола тұра Арман Бердалин жаңа Қазақстанға жаңа адамдар деп ұрандап шықты. Астана жақта Дәулет Мұқаев есімді блогер бар. Бұл блогер айтыс ақыны Айнұр Тұрсынбаеваның өтінішімен Африканың кедей тұрғындарына құдық қазып су шығарып берген. Хадис бойынша ең көп сауапты су шығарып берген адам алады. Мұндай тәмсіз шөлейтті және жерасты суы тереңде жатқан араб түбегінің проблемасынан туындаған. Егер Мұхаммед пайғамбар Сібірде туылса, қысқа отын дайындаған адам көп сауап алады деген хадис болар ма еді. Осындай логикалық қайшылық бола тұра, сәләфизм идеологиясын қамдайтын хадисті басқа құрлықтың мұсылмандары да басшылыққа алып жүр. Қарағанды облыс жағынан сайлауға Жасұлан Айтмағамбетов шықты. 18 ақпанда прокурор құқық қорғаушы Жасұлан Айтмағамбетовті ақпанның 8 күні видео эфир кезінде сайлауды талқылады, сайлау алды үгіт насихатты ерте бастады деген айып таққан. Айтмағамбетов ол кезде депутаттыққа үміткер ретінде тіркеліп үлгермеген. Айтмағамбетов мен 13 ақпанда кандидат болдым. Ал мені қарапайым азамат болып тұрғанда шыққан материал үшін айыптап отыр. Мен заң бұзған жоқпын. Мені осы негізде кандидаттар қатарынан алып тастауға күш салып жатыр деп байбалам салды. Ескі Қазақстанның сәләфилік қанатының сайлау кезінде белсеніп кеткенінде гәп бар. Соңғы кезде сәләфилік ағымға заңмен тыйым салу жөнінде жиі мәселе көтерілді. Әсіресе мұндай өшпенділік зікіршілер деп аталатын сопылық ағым мен заманауи тәңіршілер тарапынан қатты қозып тұр. Зікіршілік діни идеологияны қолдайтын кандидаттар сайлауда өліп жүр. Олардың көпшілігі жеңіске жетіп, мәжіліс депутаты болуы мүмкін. Мұндай жағдайда парламент мінберінен сәләфизм діни идеологиясына заңмен тыйым салу мәселесі көтеріледі. Бекболат Мұхамеджан тобы осыдан қатты қауіптенетін секілді. Олар заң шығарушы органда зікіршілерге қарсы шығатын өз адамдары болғанын қалайды.